Қайырлы күн, құрметті математика пәні мұғалімдері, мен Жомарт Мұратұлы, физика математика ғылымдарының кандидаты. TikToктағы және YouTube'тағы парақшамда күрделі математикалық есептердің жүзулерін көрсетемін. Мен көрермендердің, математик мұғалімдердің сұранысы бойынша Шаригиннің кітабы, Шаригин Гордин факультативный курс математики деген кітап 11 сыныпқа арналған. Шаригин авторы Игорь Федоров, жол орыстың мықты математика, элементар математика, мектеп математикасы, мектеп геометриясы саласында. Осы Шаригиннің факультативный курс математики 11 классқа арналған кітабында 260 деген нөмірдегі есеп, мынадай қызық, күрделі есеп, бұл есеп, мұңай есеп деп ақыл айтпаңыздар. Мен көрермендерім сіздерге ұнамаса көрмей қойыңыздар. Мен қараңыздар, бұл есепті өте көп мұғалім қате шығарып, толық дұрыс шығара алмайды, немесе мүлде шығара алмайды. Міне мынандай кері тригонометриялық функциялар бар, теңдеу. 2 арк синус x тең арк косинус x. Мына осы есепті сіздерге шығарып көрсетемін. Мында ең біріншіне анықталу обысын тауып алу керек. Арк синус қандай мәнді болады? -1 мен 1-дің арасында, дұрыс па? Мына жерде арк косинус тұр, оңға не? -1 мен 1-дің арасында анықталған. Мына жерде нені шығарамыз біз? 3-ке бөліп x -3-тен 1-ден, x -3-тен 1-ден, 3-тен 1-дің арасында жату керек екен. x -3-тен 1-ден, -3-тен 1-ден, 3-тен 1-дің арасында жату керек екен. x. Осы анықталу обысы. Енді қарайық, мына жерде арк синус неменнің арасында? -π бөлінген 2 мен π бөлінген 2-ның арасында, дұрыс па? Арк синус, синусқа келіп. Оның мәндердің обысы қандай? -π бөлінген 2 алынады, -π бөлінген 2-ден π бөлінген 2-ге шейін. Арк косинустың мәндердің обысы қандай? Арк косинустың мәндердің обысы олар ол 0 мен π-ге шейін. Значит, мынау 2 еселенген арк синус, дұрыс па? -π мен π-ға шейін болып кетеді ғой, 2-ге көбейтсек, дұрыс па? Мынау 0-ден π-ға шейін. Сонда енді одан қандай қорытынды шығарамыз? Арк синус тек қана егер осы теңдік орындалса, мына теңдік орындалса, арк синустың мәні 0 мен 2π-дің арасында ғана жаталады. 0 мен 2π-дің арасында ғана жаталады. Неге? 0 мен π бөлінген 2-дің арасында ғана жаталады. Неге? Өйткені мына оң жақ мен сол жақ тең болу керек қой. Мынау -π бөлінген 2-ге қарай теріс болып кетсе, мынау теріс болып арк косинустың мәні оң ғой, тек қана 0 мен π-дің арасы теріс емес қой. Онда бұдан қандай қорытынды шығады? X теріс емес болу керек, дұрыс па? X теріс емес. Енді қалай шешсек болады? Қандай өтіп жатыр? Қарайық. Екі жағынан синус алсақ бола ма, косинус алсақ бола ма? Мына жерде синус алсақ, мынау күрделі болып кетейін деп тұр. Дұрыс па? Мынаның косинус, енді екі жағынан да косинус. Егер мына бұрыштар ғой, дұрыс па? Көбейтсеңдер де бұрыштар тең болса, олардың косинусы да тең болады. Сондай қағиданы қолданып, косинус 2 арк синус x тең косинус арк косинус 3x. Арк косинус 3x. Енді мұнда қарайық. Мында косинус 2 альфаның формуласы қандай? 1 - 2 синус квадрат альфа. 2 синус арк синус квадраттың синус квадрат арк синус x. Синус арк синус x-тің квадраты. Енді синус арк синус x болады ғой, 2x квадрат болады. Сол жақ. Оң жағы косинус арк косинус. Бір санның арк косинусынан косинус алсақ, сол саннан қайтадан өш шығады. Дұрыс па? Арк косинусынан анықтамасы бойынша. Оң жаққа шығарсақ қандай? Квадрат теңдеу шығады. 2x квадрат плюс 3x минус 1 тең 0. Дискриминантын тапсақ 17 мін. X 1-2 қандай 2 тұр. 4-тен минус 3 плюс минус түбірасы 17. Енді минус түбірасы 17 болса, минус түбірасы 17, минус 1-ден кіші, минус 3 тасақ, минус 4-тен кіші 4-ке бөлсек, минус 1-ден кіші анықталу обысына кірмей қалады. Сонда тек қана бірақ түбір мүмкін минусын алмаймыз, плюсын аламыз. X-тен қандай? 4-тен қандай? 17 минус түбірасы 3. Осы түбір бола ма? Болмай ма? Тексерейік. X-тен 4-тен түбірасы 17 минус 3. Бұл оң сан, дұрыс па? 1-ден кіші ма? Мынау 4-тен кіші. Значит, мынау 1-ден кіші. 4-тен 1-ден кіші. Мынау 2-ден, мынау 5-тен кіші. Мынау 2-ден 1-ден кіші, значит, дұрыс па? Значит, 1-ден кіші. Мынау анықталу обысындағы шартты қанағаттыңдар. 3x-ті көрейікші. Мынау 3-тен 1-ден кіші ма? 3-тен 1-ден кіші ма? 3x 1-ден кіші болу керек. Минус 3-тен 1 мен 3-тен 1-дің аралығында жүрсек, мынау 3-тен 1-ден кіші ма, үлкен ба тексеріп көрейікші. Егер кіші болса, онда теңдеудің шешуі болады. Болмаса болмайды. Қалғандарын қанағаттандырып тұр ғой бәрін, дұрыс па? 3-тен 1-ден алып тастайық. 4 анықталу обысында жату керек қой, жатпаса онда шешім болмайды, дұрыс па? 3-тен 12-ден 3 түбірасы 17, 3 түбірасы 17, мына жақта минус 9,
минус 13, минус 13. Ада қарайық, мына минус 9, минус 4, минус 13, 3 турасы 17, 3 турасы 17, төрдің астына 9-ды кіргізіп жіберсек, мынау қарайық мында. 9-ды кіргізіп жіберсек, мынау қалай болады мына? 63, мынау 9-ды 153, мынау 169, қайсысы үлкен? Турасы 169 болған үшін мына кішіні. Мына 3-тен бірден кіші, значит, мына айырма, мына 3-тен бірден кіші, значит, мынау түбір болады сонда, значит. Мына жауап қандай болады жауабы? Теңдеудің түбірі қай сан болады? X тең түбір асты 17 минус 3 бөлінген 4 мін. Анықтау облысына кіреді, өйткені 3-тен бірден айырмасы 0-ден кіші, значит, 3-тен бірден кіші мынау. Ендеше ол анықтау облысына кіреді. Ол 0-ден үлкен, 3-тен бірден кіші анықталған. И теңдеуді қанағаттандырады өйткені косинус бар тең. Міне, мына теңдеудің шешімі түбір асты 17 минус 3 бөлінген 4. Міне, мына солай қойып, әріптестеріңізбен бөлісіңіздер, барлықтарыңызға сәттілік тілеймін, сау болыңыздар.